ол үлкен қауіп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде кімнің дейді жүрегінде дейді көре алмаушылық болатын болса дейді, ол дейді иманын, оның жақсылық амалдарын бәрін жоқ қылып жібереді дейді. Жүректе иманда я иман болады, я хасат болады дейді. Екеуі бірге болмайды дейді. Я сенің жүрегіңде иман болу керек, яки болмаса сенің жүрегіңде көре алмаушылық хасат болу керек. Басқа екеуі бірге болмайды дейді. Өйткені отынды қалай жағып жоқ қылып жіберетін болса дейді, хасат та көре алмаушылық та сенің иманыңды, жақсы амалың бәрін жүректен жағып жібереді. Өйткені сен көре алмаушылық, қызғаныш сезімі көп деген нәрсеге барасың. Ғайбаттайсың оны, өсектейсің оны, оның артынан қиянат жасайсың, оған түрлі опасыздық жасайсың. Өйткені көре алмаушылық мына жерде тұрған кезде иманды әлсіретеді, жоқ қылып жібереді. Сондықтан да адамның жүрегінде көре алмаушылық болмау керек мұсылманның. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мүшриктер осылай жек көрді. Мысалы, яһудилер пайғамбарымызды не үшін жек көрді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды олар көре алмады. Пайғамбар ретінде көргісі келмеді олар. Өйткені олар яһудилер айтты, ең соңғы ақырғы пайғамбар деді, бұл деді яһуди ұлтынан болады деді, еврей ұлтынан болады деді ғой. Бірақ адамның емес, Алланың дегені болады. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды араб ұлтынан шығарды. Араб ұлтынан, Меккеден. Сонда яһудилер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сол үшін олар қаламады. Яғни пайғамбар яһуди болса иман етеді дегенде болады. Яғни пайғамбарымызды араб болғандығы үшін олар мойындағысы келмеді. Яғни пайғамбарымызға түрлі сұрақтар сұрайды. Пайғамбардың пайғамбар екендігін нақтылау үшін. Қандай сұрақ сұраса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұғжиза арқылы, Құран арқылы олардың сұрақтарына жауап беріп отырды. Бірақ енді жаңағы жеңілген күреске тоймайды деген сөз бар ғой. Олар не істеді? Пайғамбарды мойындамау үшін айлаға көшті. Айлаға сұрақ сұрайды, пайғамбарымыз жауап береді. Қандай да бір мәселені айтады, пайғамбарымыз Алладан келген уахименен, Құран аяттарымен жауап беріп отыр бүкіл бәрін. Енді олар пайғамбарымызды мойындамаудың ең бір әдемі тәсіліне көшеді. Бір күн келеді яһудилердің делегациясы дейміз ғой, ішіндегі ағай мен сығайлары. Ей Мұхаммед дейді саллаллаху алейхи вассалам, саған қандай періште уахи алып келеді дейді ғой. Қандай періште? Әрине періштені біз бәріміз жақсы білеміз. 4 үлкен періште бар. Жәбірәйіл періште, Әзірәйіл періште, Микаил періште, Исрафил періште. Бүкіл адам алейхиссаламнан пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламға дейінгі бүкіл 124 мың пайғамбарға уахи алып келетін бірақ періште. Ол Жәбірәйіл алейхиссалам. Басқа періште алып келмейді. Микаил алейхиссаламның ол табиғаттың жаңағы заңдылығына Алла тағала соған жауапты қылған. Яғни жаңбырдың жауабы, желдің тұруы деген секілді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрайды ғой, ей Мұхаммед дейді, саған қай періште уахи алып келеді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған Жәбірәйіл періште уахи алып келеді дейді. Сол кезде яһудилердің айтқаны дейді, әттең дейді, Микаил періште саған уахи алып келгенде біз саған иман ететін еді дейді ғой. Өйткені Жәбірәйіл періште ол біздің дұшпанымыз дейді. Құранда аят түседі осыған қатысты. Алла тағала Бақара сөзінде айтады, кімде кім Жәбірәйілге, Микаилге, періштелерге дұшпан болса, қарсы келген болса, олар Аллаға дұшпан болған деп Алла тағала аят түсіреді Бақара сөзінде. Яғни міне адам сенбеймін дейтін болса, сан түрлі сылтауды айтады. Бірақ оның барлығының көкейінде не жатыр? Мына жердегі көре алмаушылық сезім жатыр. Біздің бұл үлкен бір індетіміз. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге бұйырып отыр, адамның жүрегінде иман менен көре алмаушылық екеуі бірге болмайды дейді. Я иман болу керек, я көре алмаушылық. Көре алмаушылық сезім, хасад, бұл іштегі жан дүниеміздің барлығын жеп бітеді. Бұған қатысты Құранда аят бар ғой, мысалы Фалақ сүресінде оқиық, мысалы астағфируллах, қул аузу бираббил фалақ мин шарри ма халақ ва мин шарри ғасиқин иза вақаб ва мин шарри наффасати фил уқад ва мин шарри хасидин иза хасад дейді. Фалақ сүресінің соңғы 5-ші аятында Алла тағала не деп тұр? Яғни күңшілдердің кесірінен ол күндеген сәтте сыйынамын дейді. Яғни күңшілдердің, көре алмаушылардың күңшілдігіне сыйынамын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Хасад деген бұл көре алмаушылық, күңшілдік деген сөз. Міне бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен біз көргеніміз. Пайғамбарымызды осындай көптеген мұнафиқтар болсын, басқалар болсын, нәрседе олар көре алмады. Мысалы Абу Суфьянды бір күні жаңағы император дейміз ғой, Константин, жаңағы Рим империясының императоры Геракл шақырып алады. Сирияда жүрген жерінен. Сонда сұрайды ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында. Өтірік айтсаң басың кетеді дейді. Тек шыныңды айт дейді. Пайғамбарымыз ол сипаттап береді ғой. Өтірік айтпаған, ол сондай бүкіл пайғамбарымыздың жақсы сипатын барлығын Абу Суфьян сипаттап береді. Сонда айтады, мен дейді шынымды айтуға мәжбүр болдым дейді ғой. Шынымды айтуға. Яғни пайғамбарымыз жек көреді, бірақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сипаттаған кезде
ешқандай өтірік айтпаған, ол ешкімнің затына яки болмаса басқа нәрсесінде пайғамбардың шатағы болмаған, ол 40 жасына шейін Мекке қаласында Мұхаммедул Амин болған деп бүкіл нәрсені сипаттап берген. Бірақ олардың бір ғана сол ішкі жан дүниесіндегі неге Құдай бізде емес оны пайғамбар қылды деп тұр ғой. Сондықтан да бұл көре алмаушылыққа